Екінші дүниежүзілік соғыстың басталуына Әмір Темір әсер етті ме? Әмір Темір астанасы Самарқан қаласы болған ірі мемлекеттің билеушісі. Орта Азияда 1370-1507 жылдары билік құрған Тимуридтер династиясының негізін қалаушы болды. Жарты әлемге билік жүргізді. Қиян-кескі соғыстар жасады. Жер бетін қызыл қанға бояды. Әмір Темір Алтын Орданың билігін әлсіретіп, орыстың күшеюіне ықпал жасаған үшін Осман империясын күйретіп, Еуропаны алға кетуіне әсер еткені үшін көптеген тарихшылардың оған өкпесі қара қазандай. Кеңес үкіметінің қанды қол билеушісі Сталин ол адамдардың өмірбаянын оқығанда, олар туралы білгенді жақсы көріпті, шамасы өзі де ұлы болмаққа ұмтылса керек. Оны әлемді моңғол, татар басшыларының езгісінен құтқарған Әмір Темірдің тұлғасы қатты қызықтырыпты. Бірақ темір деген сөзді өз атына тікелей алмасы анық. Сосын оның синонимі Болат сөзінің аудармасы Стал дегенді өзіне фамилия етіп алады. Сөйтіп, Әмір Темірге шын пейілмен ұқсағысы келген Джугашвилидің есімі тарихта Сталин болып қалды. Әмір Темірге деген қызығушылық мұнымен де аяқталмайды. Өзі басқарып отырған алып империяның бір түкпірінде Әмір Темірдің жерленгенін естіген Сталин оны қаздырып алып, түр келбетінің қандай болмаған білмек болады. 17 маусым күні академик Семенов Әмір Темірдің аты жөні мен Құран аяттары жазылған үлкен көк тастағы жазуды оқиды. Онда араб әріптерімен біздің барлығымыз өлеміз, уақытымыз келгенде біз де о дүниеге кетеміз. Бізге дейін де ұлы адамдар болған және бізден кейін де болады. Егер кім-де-кім өркөкіректікке басып, өзін басқалардан биік қойса, немесе ата-баба қабірін ашып, әруақтардың тыныштығын бұзса, онда оны ең сұмдық қарғыс атсын деп жазылған еді. Қарғыс атсын деген сөзден экспедиция мүшелері де шошып кетеді. Қарғысқа ұшыраудан қанша қорықса да ғалымдар Әмір Темірдің қабірін үлкен қиындықпен ашады. Сөйтсе, қолбасшы табытқа салыныпты. Алғашында ғалымдар түсінбей біріне-бірі қарасады. Содан кейін ғана Әмір Темірдің отырарда дүниеден өткенін, Самарқанға табытпен әкелінгенін естеріне алады. Ағаш тақтайшалар ашылған кезде ғажап бір жұпар иіс бұрқ ете қалады. Қабірден мұндай иіс шығу таңғаларлық еді. Сүйекті көзімен көрген Мәлік Каменовтың айтуынша, көрден бойы 180-190 сантиметр болатын адамның сүйегі жатыр еді. Басы да ерекше үлкен көрінеді. Герасимов мәйіттің аяқ сүйегінің жарықтары барын, оң қолының саусақтары кемдігін анықтайды. Айни өзінің жорамалы расқа шығып, Әмір Темірдің сүйегі екеніне көзі жеткенде қуанғанын айғайлап жібереді. Өйткені оған дейін қолбасшы сүйегі Ахмет Яссауи кесенесінде немесе Шахрисаб қаласында болуы мүмкін деген деректер бар еді. Ақыры не керек, ғалымдар кешке дейін Әмір Темірдің сүйегін жоғарыға шығарып болады. Ал ертеңінде 22 маусым күні Әмір Темірдің сүйегі табылды деген сенсациялық жаңалықпен бірге соғыстың басталғаны туралы хабар әлемді дүр сілкіндіреді. Түнсіз бұрышта отырып қалған Садреддин Айни осыдан кейін жоспарлаған кітабын жазбаған деседі. Олардың бәрінің көкейінде соғыстың басталуына көрде қазғандары себеп болғаны жөнінде күдік жатқан болатын. Сонымен Герасимов Әмір Темірдің сүйегін алып Мәскеуге ұшып кетеді. Мәлік Каймов соғысқа аттанады. Ол Ржев қаласында маршал Жуковпен кездесіп, соғыстың басталуына Әмір Темірдің сүйегін қазғандары себеп болғанын, оны дереу жерлеу керектігін айтады. Бұлай қарасаң сенімсіз оқиға секілді, бірақ Жуков та Кайменовтың айтқанына сеніп, мәселені Сталинге жеткізеді. Ал 1942 жылдың 22 желтоқсаны күні Әмір Темір сүйегі өз орнына қайта жерленеді. Жерленгенде жай көме салмай, мұсылмандық дәстүрмен арулап көмеді. Осыдан кейін 2 күннен соң кеңес әскері алғашқы жеңістеріне жетеді. Міне осындай ғажап оқиға орын алған еді.